кейіпкер келіп, мына жерде тәтті әңгіме отқан кезде бірінші микрофонды алады ғой Ринат мырза, мен ойыма сол келеді ғой. Қазір айтады, мынаның ойы басқада деп айтады деймін ғой. Типичный вопроста тура соны қояды, либо ақпарат шығартады ғой ортаға. Мен бұл ситуация туралы не айтарым білмеймін. Расул сөйлеу керек деп ойлаймын. Расул тыңдаймыз. Негізі жаңа Аиданың айтқан нәрсесі кішкене орынды сияқты. Жарайды, по факту сөйлейтін шығар, бұл жайшы, бірақ күрделендіріп асыра сілтеп сөйлейді да, қолынан ұстаса құшақтады, құшақтасаң басқа нәрсе істеді дегенге келеді да, біріншіден. Ал екінші тарапқа келетін болсақ, негізі Айдана өте жақсы қыз, биязы, жаңа сөйлеуі, сөз саптауы деген сияқты өте жоғарғы деңгейде енді. Енді кез келген жігіттің көз түсетіндей ақ, бірақ біздің арамызда достық бар да қазір. Ал енді мен олай, мен Аидамен де, мына жерде Марикомен де мен солай әзілдесіп ойнаймын. Тартып қаламын, сондай бір ойнатып жіберетін моменттеріміз кездеседі. Ал о нәрсені бір махаббатқа балау, бір сәл асыра сілтеу деп түсінемін. Айдана, сіз жасыңыз, толық жасыңыз? 28-де. 28. Расул, сіздікі? 21-де. 21-де. 21-ге енді толам деп сөйлесей. 20 жарым деп айтады баяғыда. Айдана, жарайды. Сіз осы жігіттердің сіздің айналаңызда жасаған әрекеттеріне не байқадыңыз? Қырындау бар ма, әлде расымен де әзіл ештеңе жоқ па күдіктенетін? Былай айтайыншы, менің турасын айтыңызшы, Айдана. Жалпы табиғатында жоқ та, біреуді итеру, андай, білмеймін, ұрсып жіберу деген. Біреудің қолын қайтару. Иә, менде негізі ондай табиғатында жоқ, бірақ енді қатты бір кетіп бара жатса, әрине менде де мінез бар ғой, бірақ енді ойнағанына бола, мен не істеп жатсың деп өйтіп ашуланып, ұрсып боқтап беретін адам емеспін да. Бірақ оны адамдар басқаша түсінеді да. Мен бір қуанып отырған сияқты түсінеді да, бірақ мен андай тіпті қыздар болсын, жігіттер болсын, мен ешқайсына ондай бір дөрекі сөйлемеймін негізі өмірде. Ол бір екіншіден жаңағы енді коммуникация болғаннан кейін, қарым-қатынас қоғам болғаннан кейін сөйлесесің, сөйлесіп қаласың да, мүлдем бүйтіп үндемей аузына жауып ешкімге қарамай өйтіп жүре алмайсың ғой өмірде. Көргеннен кейін арасында қалжыңдасасың, жан-жағыңда отырғаннан кейін сөйлесесің. Ол енді бүйтіп үндемей бәріне жаңағы сазарып бедірейіп отыра алмайсың да. Бірақ адамдар соны оказывается басқаша түсінеді екен да. Жоқсан қазір дұрыс түсіндіріп берсеңіз болады ғой. Менің ойымша бұл кәдімгі адами қарым-қатынас, бұл асып бара жатқан әзілдесу мақсатында болған дүние. Ол субординация бар ғой жерде. Мен бір асылып жатқан жоқпын, ешқайсының ойына бір беттерінен сүйіп құшақтасып жатқан жоқпын да. Иә, Ринат аға, дұрыс па? Бұл кәдімгі адами, кәдімгі қарым-қатынас, ол жерде бір асып бара жатқан ешнәрсе жоқ. Өте дұрыс айтып жатыр. Расул, мен айта кетейінші, пожалуйста, Расул. Кішкене ғана, мынандай ғана. Расул, мынандай нәрсе ғой, просто бұл жерде негізі мен Расул қырындады деген фактқа негізі өзім Ринаттың қасында отыратын ем ғой. Сол өзімнің орнында өзім отырған кезде бір Ринатқа бір арасында қой деп қоятыным бар еді. Енді үлгермей қалып жатыр, Ринат кезекпе-кезек барлық нәрсені айтып жатыр ғой. Бірақ енді Расул негізі Айданаға қырындаса, Расулдың қырындауын осы жерде отырған қатысушы болса, барлығы негізі көреді. Расулдың бір қызға сезім ашылса, оны байқамау мүмкін емес. Расул көретіндей қылып ақ ол қызға қырындайды да. Айданаға біз разыш көрмей қалсақ, Айданаға тек Ринат көрген болса, Ринат просто бәлез деп көре салған сияқты ол нәрсені. А так біз онда ештеңе байқаған жоқпыз. Айданада лишний раз бүйтіп бір жігіттермен андай бір ондай әрекеті жоқ қыз ғой жалпы. Бірақ Расулдың негізі шынымен де айтып отырғаны Айбат пен үміткер қыздың әңгімесіне байланысты. Мен шынымен ренжуге тұрарлық нәрсе деп ойлаймын. Себебі расымен де бұрында сөйлесіп кеткен жігітің туралы айтып, онымен салыстыру сияқты нәрселер болса, кез келген ер азаматқа ыңғайсыз және неприятно деп ойлаймын. Қыздар, жігіттер, бұл әңгіме негізінде расымен де отырған Аружанға ыңғайсыз. Бірақ ыңғайсыз болса да мен анық қанығын сұрап біліп беріп жатырмын, және де әртүрлі көзқарасты өзіңіз естідіңіз, Аружан. Айтарыңыз болса, тыңдап тұрмыз. Негізі Айбат туралы біз алдыңғы бағдарламада сөйлесіп жауаптық деп ойлап едім. Мен бір рет айтып қалдым бұл кісіге. Бұл мынандай проблема қылып шығарып тұрғанда мен жаным ұстап тұр, если честно. Основном негізі өзі қозғайды. Негізі былай айтсам, любой нәрсеге, например, Айбат есіңе түсіп кетті ма, Айбат па деп сұрайды да. Маған ыңғайсыз ғой, айта берген. Енді о нәрсе қозғала береді. Сен, Аружан, барлық нәрсеге дайын болып келуің керек. Тем более бұрын арақатынаста болған жігітің осы жерде отырғаннан кейін ол дүние міндетті түрде осында қозғалатын, ол талқыға түсетін, сезімі өшті ме, өшпеді ме, мүмкін болашақта қайтадан тұтанып кету мүмкін бе деп сұралатыны, ол ақиқатта сол нәрсені біле тұра, қазір о нәрсені мен сыртта болған нәрсені іште осындай айтып отқаныма, сен маған ренжіп отқаның сәл бір ерсілеу сияқты көрініп отыр маған. Жоқ, бір рет сұрасын қайта емес қой. Бір рет сұрадық. Қайта нақты не істедік?
мен ол нәрсені не үшін сұрадым? Мен жаңа таксиде сен Айбатқа ұқсайды екенсің деп айтқаннан кейін мен әзіл ретінде күліп соны тиісіп отырдым. Ол нәрсе бір бүйтіп одан бұрын да болған. ойбай, сен Айбатқа деген сезімің бар, сен Айбатты жақсы көреді екенсің, мен пайдаланып жүр екенсің деген нәрсе ол жерде болмады, туындамады. Мен әзіл ретінде Айбат па деген сияқты нәрселер ғана. Екеулеріңіздің сөйлеу манерларыңыз екі түрлі екен, және де ойды жеткізу екі түрлі. Көрдіңіз ба, Бауыржан мырза, мен жаңа сәл тоным көтерілген сияқты болды, көтерілген жоқ. Мүмкін сол нәрсені, сондай дүниені тон көтерді деп есептейді екен бұл қыз. Сіз қазір эфирде солай отырсыз да, ал эфир сыртында бұдан да жоғары шығар бәлкім. Әлде олай емес па? Жоқ, мен эфирде қандаймын, сыртта да тура. Тура осындай болса, түсінікті. Аружан, Расул, енді сөйлестіңіздер, бірнеше кездесу болыпты. Таныстық қалай өзі жалғасатын сияқты ма? Бауыржан мырза. Если честно, мен отношения емес, таныстығымыздан да прогресс көрмеймін. Біз өйткені социальный сеть дейді ғой, сондай жердерде біз өте аз сөйлесеміз, только кездескен кезде ғана былай ашылып сөйлесе алатын шығармыз. Бірақ Айтшы дейші. только Инстаграм, WhatsApp желісінде мүлдем сөйлеспейміз. Только редко сөйлесеміз да, привет, қалайсың, не істеп жатсың, болды. Басқа онда ары қарай ештеңке жоқ. Иә, Ол екі жақтан да болған дүние. Бауыржан мырза, ол нәрсені талқыладық. Иә, мен енді осында таңертең енді түске қарата келгеннен кейін мен кешке жақын осы жерден шығамын. Сол кездерде енді телефон қолыма түссе жазам. Ол ақиқат. Ал енді шынымен бір қанша 2 аптадай болып қалды ғой біздің танысып кездесіп жүргенімізге. Бір мен тарапымнан бір сезім ұшқын, бір тартылыс, ондай нәрсе әлі сезілмеді да. Енді осындай 2 апта деген былай қарасақ бір айдың жартысы ғой. Осындай уақытта бір ашылмаған дүние бір болашақта да бір ашылмайтын сияқты болып көрінеді маған. Сол себепті таныстық тоқтайды. Ұшқын пайда жоқ екеумізден де. Сіз прогресс көріп тұрған жоқсыз, бұл кісіде пайда болмайтын сияқты дейді. Екеуіңіздің де осы таныстыққа